Сәлем достар, Нұрлы жер бағдарламасы өз жалғасын табуда. Дәл қазір біз сіздермен бірге келесі нысанды тамашалайтын боламыз. Нысан Нұрлы жол вокзалының дәл маңында орналасқан 82 пәтерден тұрады. Астында паркинг, пандус, ойын алаңы қарастырылған. Тағы айта кететін жайт достар, бұл жерде әр пәтердің шаршы метрі 220 мың теңгеден тұрады. Баспана KZ сайт арқылы қалай өтінім беру керек, қалай пәтерлерді таңдау керек екенін біз алдында YouTube каналда түсіріп кеткенбіз. Қазір сіздерді осы тұрғын үй кешенін тамашалауға шақырамыз. Жүріңіздер, кеттік. Достар, дәл қазір біз сіздермен тұрғын үй кешен паркингіндеміз. 82 пәтерден тұратын тұрғын үй кешенде 140-тан астам паркинг орын қарастырылған екен. Және де паркингтан тікелей үйге көтерілетін лифт бар. Енді барып сіздермен бірге пәтерлерді тамашалауға шақырамын. Жүріңіздер. Қазір біз сіздермен пәтерді тамашалауға бет алудамыз. Қызықты жайт, бірінші қабат 6 пәтерден, ал қалған қабаттардың барлығы 7 пәтерден тұрады. Жүріңіздер. Достар, қазір сіздермен бірге бір бөлмелі пәтер тамашалайтын боламыз. Кіріңіздер. Міне кіреберісте бұяқта гардероб арнайы қарастырылған екен. Одан кейін мына жерде яғни жуыну бөлмесі, дәретхана, келесі үлкен бөлме. Айта кететін жайт, бұл жерде линолеум, қабырғалар тегістелген, 2,5 метр, жылыту жүйелері қойылған, электр құрылғылары бәрі жүргізілген, пластик терезелер қойылған. Және де бағана осы видеоның басында атап өткендей, Нұрлы жол жаңа вокзалы сіздерге қарама-қарсы. Енді ас бөлмесін тамашалайық. Мінекей мынау ас бөлмесі. Мыняқта сіздерде арнайы электроплиталарыңыз тұрады. Кафель жүргізілген, әзір дайын. Мінекей балкон шығу қарастырылған ас бөлмесінен. Және де пластик терезе Нұрлы жол вокзалы. Қазір барып 2-3 бөлмені сіздермен тамашалайық. Жүріңіздер. Достар, 2 бөлмелі пәтердің бөлмелерін орналасқан барып тамашалайық. Жүріңіздер. Мынау кіреберіс, ұзын дәліз. Яғни жуыну бөлмесі, кафельдері әппақ. Әлі толықтай бәрі орнатылады, сантехникалық құрылғылар. Мынау келесі бөлме, өте кең, әппақ. Қабырғалар атап өткенде 2,5 метр. Мынаяқтан балкон қарастырылған. Өздеріңіз байқап тұрсаңыздар, дәл алдарыңызда Нұрлы жол вокзалы. Өте керемет көрініс. Жылыту жүйелері бәрі орнатылып дайын тұр. Келесі бөлмелерге жүріңіздер. Мінекей мынау келесі бөлме, тамашалаңыздар. Мынау карантинге байланысты қазір көпшілікті, яғни осындай нысандарға кіргізе бермейді, сондықтан біз сіздерге барлығын дұрыстап көрсетсек деген ойдамыз. Бөлмелердің орналасуын. Мынау ас бөлмесі. Мінекей кафель орнатылып тұр. Әлі бағана атап өткендей арнайы электроплита болады осында. Енді, достар, сіздермен бірге барып, 3 бөлмелі пәтердің бөлмелерін орналасуын тамашалайық. Жүріңіздер. 3 бөлмелі пәтердің бөлмелерін орналасуын тамашалайық. Жүріңіздер. Айта кетер жайт, бұл жерде дәретхана және жуыну бөлмесі бөлек орналасқан екен. Жүріңіздер. Мінекей екіншісі. Кафель бәрі орнатылып тұр, әдемі. Мынау бірінші бөлмеміз. Бұяқта бір балкон қарастырылған. Қарап тұрсаңыздар, балалар ойын алаңы пандусты қазір жөндеп әдемілеп отыр. Мінекей келесі бөлме. Қандай керемет көрінсе, достар, қараңыздар. Пластик терезелер орнатылған. Әппақ жан-жақ. Мінекей мынау ас үйі. Жақсылап көріп алыңыздар. Мынау келесі бөлме. Өте керемет. Енді достар, қазір сіздермен бірге барып, балалар ойын алаңын тамашалайық. Жүріңіздер. Достар, дәл қазір біз сіздермен 2-ші қабаттан тікелей балалар ойын алаңына шықтық. Дәл осы үйді соғатын тұрғын үй мекемесінің айтуы бойынша, дәл осы балалар ойын алаңы 5000 шаршы метрден тұратын болады. Жалпы Нұрлы жер бағдарламасы бойынша алдында атап өткендей, қалай өтініш беру, қалай қатысу, қалай үйді таңдау, бәрі осы біздің YouTube каналымызда бар. Барлығыңыз YouTube каналымызға осындай жаңалықтар жіберіп алмау үшін жазылыңыздар. Өз тарапымыздан әрқайсыңызға баспаналы болсын демек тілектеміз. Әр қазақстандық баспаналы болсын. Сау саламатта болыңыздар.